жаңағы указной молдаларын, татар, башқұрт молдаларын жіберіп қазақты бұза бастады. Олар мысалы шариғатты белінен басып, өзінің ойынан ышқырынан заң шығара бастады, сөзсіз бе? Ал оған дейін қазақтың қоғамы машһүр айтады, шәкәрім айтады, жалпы орысқа қарамай тұрып, указной молдаларыма келмей тұрып дейді, мына Әлихан Бөкейханов та айтады, Міржақып та айтады, қазақ өте пәк болған дейді, сөзсіз бе? Оны бұзған дейді, бір жағынан татар, башқұрт молдалар, екіншісі миы нашаға кепкен сарттар келіп, қазақ даласын бұза бастады дейді, машһүр айтады. Яғни ақша табу үшін олар неге бармады? Сондан қазақ бұндай болмаған. Қазақ қашан бұзылды? 1822 жылы жаңағы ереже бойынша қазақ хандығы құлағаннан кейін, қазақ басынан айырылғаннан кейін қазақ азғындай бастады. Оның азғындауына метрополия мүдделі болды. Неге? Өйткені азғындаған құл халықты ғана аш салақанда жұмыссыз жұдырығында ұстауға болатын болды. Біз шын тәуелсіздікке жеткенде, шын тәуелсіздік ол сананың тәуелсіздігі.